Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, көп құрамды қажет етпейтін мандариннен жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды қосып миксерлейтін боламыз. Аппақ болып ағарғанға дейін миксерлейміз және шым-шым тұзымызды қосып тағы да миксерлейміз. Ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізе отырып қосып миксерлейміз. Алдын ала ерітіп дайындап қойған сары майымызды да қосатын боламыз. Формамызға осылай май жағып шығатын боламыз. Мандариндеріміздің қабығын ашып, ортасынан бөліп, ішіндегі дәндерін алып тастаймыз. Формамызға осылай қантымызды сеуіп шығатын боламыз. Және де видеодағыдай етіп мандариндерімізді орналастырамыз. Жаңағы дайындаған тестамызды осы мандариндеріміздің үстіне құйып, бетін тегістеп, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіретін боламыз. Ал мінекей достар, жасалу жолы оп-оңай, біздің мандариннен жасалатын пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Және де осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.